Ассалаумағалейкум қадірмен көрермен, шұқылай арнасын көріп отырсыздар. Бүгін бізде ремонтқа келіп түскен телефон Redmi A2 Lite. A2 Lite қой, енді орысша айтатын болсақ, TMD елдерінде. Енді біз Қазақстанда түсіріп отырмыз бұны. Сонымен, егер сіздердің телефондарыңыз Google аккаунтқа түсіп қалған болса, және бұл жерде қауіпсіздік патчы, бұл айтқанда безопасный патч, соңғы версиялардың бірі болып саналады. Қандай версияда екенін, ең соңғы несінде екенін білмей тұрмыз, бірақ Android 10-шы версияда екен. Және осы нені қалай үй жағдайында ашуға болатынын осы видеодан көретін боласыздар. Осы подтверждение аккаунт деген бөлікке келген болсаңыздар, мына жерде бізде далее деген келесиет өткізбейді. Осы жерге бассаңыздар, клавиатура шығады. Клавиатура шыққан соң, мына жерде жер шары басып ұстап тұрсаңыздар болады. Осы жерде немесе бұл жерде болмаса, не копировать тартқа қайтамыз, просмотреть все, добавить сеть дегенге бассақ болады. Жер шарынан басып тұрып, языковой настройкаға кірсек болады. Добавить клавиатуру, одан кейін албанский мына жерде. Және жоғары оң жақта 3 нүктені таңдаймыз. Справку отзыв. Осы арқылы телефонның настройкасын кіріп кетсек болады. Как удалить или отключить дегенге кіреміз. Нажмите, чтобы перейти в настройки приложения дегенге бассақ, мына жерде приложениялардың ішіне кіріп кетеміз. Және осы жерден біз Google Chrome арқылы кіріп кетсек те болады. Енді открыть деп. Егер бұлар мұндай жолдар кірмей жатса, онда мынау неге? Здравствуйте, экстренный вызов дегенге басып көреміз. Және данный для экстренный случай қызыл жазуға тағы да бір рет басамыз. Және қаламға басамыз. Добавить контакт. Мына жерде ешқандай контакт жоқ. Добавить информацию онда. Яғни бұл жерде добавить контакт деген жерде телефонның ішінде сим-картада немесе телефонда бір адамдардың номері бар болса, сол номерді добавить етіп, сол арқылы SMS жіберу деген сияқты қылып, YouTube-қа кіріп кетсек, немесе Google Chrome-ға кіріп кетсек, Google картаға кіріп кетуге болады. Енді осындай жолдарын көрсетіп жатырмыз. Мысалы үшін елге поискқа басқан кезде де жер шары шығады, немесе жаңағыдай сайттың несін жазуға болады, сообщениені жазуға болады. Келіңіздер, мына жолын көрсетейік. Енді осы жол бізде бар екен. Егер осындай тәсілмен сіздерге ашылып жатса, біз қуаныштымыз. Аймара, жоғары оң жақта 3 нүкте, справка отзыв, нажмите настройки. Және бұл жерден Google Chrome'ға кіреміз, открыть, продолжить, далее, спасибо, не надо. Онда кейін мына жерге келіңіздер, россиялық досымыз телеет.ру деген Михаил Плюсиканың сайтын жазып көреміз. телеет.ру файлы деген шыға қойды. Осыған баса салайық, қазір көрейік бұл сайт қалай екен. Кешегінде ол сайт жұмыс істемей жатыр деп айтып жатыр еді Михаил Плюско. Енді интернет дұрыс жұмыс істемеген шығар. Бірақ мұнда істеп тұр. Күні кеше ғана істемей жатқан еді. Кеше бізде қай күн еді? Қазір енді қазан айы бізде, октябрь. Файлы необходимо для снятия блокировки FRP. Егер настройка реклама шықпаса, артқа бір рет басып жібереміз де, файл необходимо деген басамыз тақырыпқа. Статьясы болып айтқанда толық ашылады. Және бұл жерден бізге 2 файл керек болады. Скачать Android 6 1.6 APK. Окей. Одан кейін скачать 2.apk деген, 2.apk деген. Окей. Жерге подробный деген басып жіберсек, мұнда мыналар скачать етіліп болған сияқты. Басып көреміз үстіне. Скачать етіліп болды. Настройки мына жерде. Мына нені қосамыз, разрешить. Артқа қайтамыз, установить. Енді готово. 2.apk, яғни FTP bypass бұл. Установить. Бұл жерде открыть. 2021-де қазір бізде қазан айында A2 Lite телефонның блокировкасын ашу, яғни Google аккаунт блокировкасын ашу тәсілі бұл. Және мына жерге өздеріңіздің білетін Google аккаунттарыңызды жазасыздар. Сол. Далее. Келіңіздер, дәл бұл аккаунт емес, мен басқа аккаунт жазайын. Қазір пароль жазып алайын.
Далее басамыз. Двухэтапная аутентификация дейді. Оны қазір телефонға келген SMS-те біз бізге қазір телефонға SMS келу керек. Отправить еще раз деп көрейік қазір. Онда телефонға келмей жатыр. Другой способ. Телефонымызға SMS жібер деп жіберсек. Қазір осында номерге келген SMS пароль. Келді бізге SMS 04. Телефон номерге 1151. Далее. Жазылды. Енді осының барлығынан артқа қайтайық, келіңіздер. Артқа қайтамыз. Артқа. Настройканы начать қайтадан бастап өтіп шығамыз. Не копировать. Және аккаунт добавлен көші Султан дейді мінекей. Далее басамыз. Подождите, сервис Google Play деп шығуы мүмкін. Қазір көреміз, өткізеді ме екен. Егер өткізбесе, осы жерде бір айтқанда 2021-дегі ашатын жаңа тәсіл деп атқан айтқанда неміз жаңа тәсілі нюанс деп қояды ғой. Осылай бұралып тұра береді. Егер осылай біз аккаунт жаздық, аккаунт жазылды бізде, жазылмады емес, жазылса да, бірақ осылай тұра береді, өткізбейді. Бұнда не істейміз? Енді біз артқа қайтамыз қайтадан. Артқа қайтамыз. Просмотреть все. Добавить сеттігін басамыз. Қайтадан клавиатураны шығарамыз. Держанымыз языковые настройки. Добавить клавиатуру. Азербайджанский. Үшнікте, справку отзыв, перейти настройки положения. Және осы жерден мінекей аккаунт Google деген тұр, көрдіңіздер. Осыған басамыз да, осыны өшіріп тастаймыз. Оны өшіріп тастадық. Яғни біз қазір настройка кіріп, настройканың ішіне кірсек, біздің жаңа жазған аккаунтымыз бар. Мұнда жазылған аккаунты, мінекей біздің жазылып тұрған аккаунтымыз жаңа көрдіңіздер. Біз бұл жерде аккаунтты өшірген кезде настройкадан біз орнатқан жаңаға Android 6 деген файлды өшіріп тастадық, бұл айтқанда. Мінекей Google Chrome'ның ішінде скачаны файлы. Мынаны біз өшіріп тастадық. Аккаунт жазылып болған соң. Түсінікті ғой. Енді артқа қайтамыз. Артқа. Wi-Fi-дан бір рет артқа қайтамыз да. Начатты бассақ, ол бізді шығады қазір. Клиентер шабақтық болды. Не копировать бұл жерде. Аккаунт добавлен. Далее. Енді қазір көрейік. Өткізетін шығар енді бізді. Міне көрдіңіздер ғой, жаңағы аккаунтты өшіріп тастаған еді, осылай тұрды. Егер де сіз аккаунт жазылған соң, жаңа аккаунттар жазып болған соң өшіріп қосатын болсаңыз, телефон қатып қалады. Міне жерде аккаунт, яғни бізді өткізіп жіберді. Жаңағыдай, сол ескі орнатқан жаңағы файлды өшіріп тастайсыздар. Android деген файлды delete етесіздер, айтқанда өшіріп тастайсыздар. Міне принять, далее. Подождите дейді, жарайды, күтеміз. Пропустить. Нет, спасибо. Егер Android 6 менен орнатылмай жатса, онда FRP-ROM деген файл бар ғой жаңа. Найти устройствоны өшіріп қойып орнататын. Соны қолдансаңыздар болады. Енді бізді орыс ағайындарды көретін болса, қазақшаны түсінбей жатқан болар. Енді осы істегенімізді қайталасаңыздар болды. Если нас русские друзья смотрят, да, вот из России или еще из Кыргызстана или Узбекистана, то повторяйте то, что мы сделали в этом видео. И тогда у вас телефон будет разблокирован.
Ну, я чуть-чуть на русском, ну, по-русскому или как. Сонымен, телефон мінекей бізде толықтай ашылды. Қазір құлтап қайтадан қосып көрсек те болады. Және біз енді біз бұл телефонда клиентке жасағандықтан клиентке біздің аккаунт ешқандай да қажет жоқ. Және өзіміз де бермейміз оған. Енді сіз телефон өзіңіздікі болса, осы күйінде қалдырсаңыз болады. Қолдана бересіздер. Мінекей телефон дайын. Жаңа моделін көрсеттім ғой деймін. Ой, не істеп кеттік. A2, A2 Lite дейді. Android версия 10. Номер сборки. Система обновления Google Play дейді. Безопасность 1 июль 2021. Шілде айында екен. Одан кейін тағы да обновление болды ма, болмады ма, бірақ бұны білмейміз. Егер видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіздер достар.